Ассалаумағалейкум, сәлем баршаңызға, менің арныма қош келдіңіздер. Бүгін осындай қара жеде қосылған өте жұмсақ маффины дайындаймыз. Алдымен ұнымызға қопсытқышты тұзды салып араластырып аламыз. Бөлек тұста бананымызды блендерлеп аламыз, немесе шанышқымен ексеңіздер де болады. Жарты лимонның шырынын және де жұмыртқаларымызды салып, оның үстіне сұйық майымызды, қантымызды және де сүтімізді құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Мінекей венчикпен араластырыңыздар. Одан кейін жаңа біздің ұнымызды екі бөліп салып, осылай жақсылап араластырамыз. Бізде осындай қоймалжың масса пайда болу қажет. Оның үстіне кез келген өзіңіз жақсы көретін осындай жидектеріңізді сала берсеңіздер болады. Осындай капкейктің қағаздарына салып шығамыз. Көп қатты толтырмаймыз. 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Толық піскенше. Мінекей біздің маффиндар дайын, өте дәмді және де өте тойымды болып шығады. Ассалаумағалейкум, бүгін қара жеде қосылған маффинді дайындаймыз.